Сәлем оқырман. Асемнің күтпеген жерден қатысушы болып келуі бәрін таңғалдырса, Ақтөренің де шыдай алмай үміткер ретінде қосылатыны туралы сыбыстар тарай бастады. Бүгін соған қатысты сөздерінде қалдырып қойыпты. 22 наурыз не істесем деп ойланып жатырмын. 22 наурызда не болатыны әлі белгісіз. Мерекелік күн ерекше тосын сыйларға толы болмақ. Ақтөре дәл осы күні батыл қадам жасап, Асемге тосын сый әзірлеп жатыр ма? Әлде бұл тек ел аузындағы қауесет пе? Қалай ойлайсыздар? Қайырлы күн ағайын бауырлар, қалайсыздар? Қайырлы күн ағайын бауырлар, қалайсыздар? Күндеріңіз сәтті өтсін. Алматыда ауа райы деген мощный болып тұр, мощный прям. Көңілді көтеретін ауа райы болып тұр, қараңызшы. Наурыз айында ауа райы осындай болған, маған қатты ұнайды. Алдыңғы жылы наурыз айында 22 наурызда жаңбыр жауып, қар жауып сондай болып кетті, ондай болмаса екен. Әз наурыз мейрамымызды жақсылап қарсы алсақ, нұр үстіне нұр болатын еді, иә? Күндеріңіз сәтті өтсін. Қаладамыз. Оқырманның пікірін көрейік. Ақтөре, қызды күттірме, сырға салдың. Асемнің ата-анасы да қыздарының орнын тапқанын қалайды ғой. 2 жыл болды, қыздың басын қатырғаның. Ақтөре, осы жылы үйлен көп күттірдің ғой, бұлай болмайды. Ақтөре, байғұстың ақшасы жоқ болып, бейшара болып жүрген болар. Асем байдан қайтып келген қызда емес, ешкімнің. Ол өз екінші жартысын іздеп, бақытты болып жатыр. Ақтөре, табаныңды жалтырат, суайт. Өзің жұмысыңды жасада, өзіңнің екінші жартыңды тап. Ақтөре, қыршып жүре берсін. Өмір таңдау. Әрбір шешіміміз тағдырымызды қалыптастырады. Біреулер өткеннің қателіктерінен сабақ алып, жаңа өмір бастайды. Ал біреулер сол қателіктерді қайталап, өз жолынан адасады. Бұл оқиғаның соңы емес. Әркім өз бақытын өзі таңдайды. Көріскенше, қадірлі оқырмандар.